Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз табада жасалатын торт жасайтын боламыз. Тортымыз өте жұмсақ болып шығады. Осы тортымыздың рецептісін астына описание қалдырып кетемін. Ол үшін 2 жұмыртқамызға қант қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Осылай ағарғанша миксерлейміз. Енді оған 1 стакан сүт құямыз. Тағы да миксерлейміз. Енді ұн қосамыз. Ұнымызды осылай електен өткіземіз. Енді оған сода мен разғытитель қосамыз. Осылай електен өткізіп, жақсылап миксерлейміз. Тағы біраз ұн қосамыз. Қамырымыз осындай болған кезде, оған біраз ұн қосып қамыр илейміз. Ұнды көп қоспаймыз, осылай аз қосамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді мен осылай 11 бөлік шықты менде. Осылай дөңгелектейміз. Тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осылай оқтаумен қамыр жұқа етіп жаямыз. Осылай қамырымызды жұқа етеміз. Енді осылай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Неге осындай болады? Келесі қамырымызды да осылай жаямыз. Тағы да осылай кесеміз. Енді осылай табамызды пісіріп аламыз. Енді келесі бетін аударып осылай пісіріп аламыз. Неге корждарымыз дайын болды. Енді осының айналасын кесеміз. Осылай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Неге корждарымыздың бәрін кестік. Корждарымыз дайын болды. Енді крем жасаймыз. Ол үшін мен шанти мен сүт алдым. Екеуінің көлемін бірдей етеміз. Осылай шанти креміміз қосамыз. Дүкеннің кремі. Оған салқын сүт қосамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Енді оны миксерлейміз. Осылай 10 минуттай миксерлейміз. Сол кезде креміміз осылай қою болып шығады. Оған біраз қант қосамыз. Немесе қант ұнтағын қоссақ та болады. Креміміз осылай дайын болды. Енді оны кондитерлік қапшыққа саламыз.
немесе целлофанға салсақ та болады. Енді келесі кремімізді де пиалаға саламыз осылай. Оған қызыл краситель қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді оны да кондитерлік қапшыққа саламыз. Енді осылай қағазды айналасына қойып шығамыз. Одан кейін крем жағамыз корждарымызға. Осылай жақсылап жағамыз. Корждарымыз дайын болды. Енді осылай кремімізді айналасына жағып шығамыз. Жаңа корждарымыздан ауысып қалған бөліктерді үкітіп, айналасына жағып шығамыз. Енді осы кремімізді бетіне жағамыз. Осылай жақсылап жағамыз. Енді бетіне ең үстіне осылай гүл саламыз. Қағаздарымызды осы айналасынан алып тастаймыз. Тортымызды тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Тортымыз тоңазытқышта 1 сағат тұрды. Енді осылай кесеміз. Кескен кезде жұмсақ болып кесіледі. Егер видео ұнаса, лайк басып коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.